12 жасқа толған балаларға арналған. Ассалаумағалейкум, қадірменді ағайын, эфирде кітап әлем бағдарламасы. Біз өздеріңізге қазақ классикалық жазушыларының таңдамалы шығармаларын таныстыруда одан әрі жалғастыратын боламыз. Бүгінгі танысатын кезекті шығармаларыңыз қазақтың белгілі жазушысы қызы Шәрбану Бейсенованың "Сүзгенің соңғы күндері" атты шығармасы. Қазақ халқы мемлекет ретінде қалыптасқалы бергі уақытта оның дамуына үлес қосқан текті ата-бабаларымыз аз болмаған. Соның бүгінгі бірегейі осы кітаптың авторы Шәрбану апайымыздың жазған "Сүзгенің соңғы күндері" атты шығармада да дәл осындай күрделі оқиғаларға толы. Ал оның мазмұнын өздеріңізге таныстыратын бағдарламамыздың тұрақты спикері ұстаз Салтанат Жұмабекқызы келіп отыр. Салтанат ханым, кітап әлеміне әдеттегідей қош келдіңіз дейміз. Қош көрдік. Енді әлбетте бізде бағдарламаның тұрақты біздің дәстүрлі деген дұрысырақ болатын жер сұрағы бар. Ішіндегі мазмұнына ойыспас бұрын біз авторды оқырманға түсіндіре кетейік, жеткізе кетейік. Енді менің өзімде осы "Сүзгенің соңғы күндерін" қараған кезде, енді әрине авторы мынау біздің қазақ әдебиетінде бір енді мүйізі ірі қарағайдай үлкен апалар әжелеріміздей болмаса да, солардың ізін басып бере жатқан керемет осындай жазушы апамыз екен. Сондықтан жас оқырмандардың біреуі білсе, біреуі біле бермес. Алдымен автор жайында аз кем мағлұмат бере кетсеңіз. Енді бүгін Шәрбану Бейсенованың "Сүзгенің соңғы күндері" шығармасын талдамас бұрын автордың жеке өміріне тоқтала кетсек, жалпы соңғы кездері осы әлеуметтік желіні ашып қалсаңыз, мынау қазақ даласындағы ұлы дала арулары деген кітаптың авторы ретінде танымал болып жүр. Енді жалпы Шәрбану апайымыз өзі журналист, әрі мынау барлық жазған шығармаларының денін өзі зерттей отырып, тарихи мәліметтерге сүйене отырып, сол жаңағы шындықтан, сюжеттен ауытқымай отырып жазатын жазушылардың бірі десек болады. Енді бұл кісінің тек қана "Сүзгенің соңғы күндері" ғана емес, жаңа айтып өттім, осы қазіргі таңда сатылымда бар, жалпы оқырманның ықыласына бөленіп, көп талдауларға, соның ішінде ақпаратқа толы болып жүрген кітаптарының бірі бұл "Ұлы даланың арулары". Енді бұны қазір шығарманың өн бойын талдаған кезде сол осы айтқан ақпараттарға тағы да ойыса жатармыз. Жақсы. Салтанат ханым, енді түсінікті болды. "Сүзге" деп атын өзі айтып тұрғаннан кейін басты кейіпкер осы шығар деп көрермендерді дұрыс түсінетін шығар. Ол кісі кім болған және қазақ даласындағы қай дәуірдегі тарихи оқиғалармен байланысты? Жалпы осы Сүзге ханым бұл Көшім ханның жары. Яғни егер тарихтың тереңіне үңілетін болсақ, 16 ғасырдағы тарихи оқиғалармен тікелей байланысты. Енді мен өзім оқып отырған кезде ойладым, жалпы бұл хабардың жаңағы тізімінің бір парасына бекерден бекер еніп отырған жоқ шығар деп. Жалпы айтқан кезде, мынау біздің өзіміздің замандастарымыздың ортасында айтып жүретін жақсы сөз бар. 6 қанат ақ үйді алып 6 еркек тұрғызғанымен, ер азамат тұрғызғанымен ішін жылулыққа толтыратын бір әйел деп, берекесін келтіретін бір әйел деп. Сүзге ханым да сондай бір осы тарихи тұлға ғана емес, кітаптың ішінде шығармадағы бір көрікті, парасатты, ертеңін ойлай білетін, ертеңіне болжам жасай білетін кейіпкерлердің бірі деп айтсақ болады. Енді шығарманың өн бойы дені бұл ең басында Сүзгенің жаңағы төсек тартып жатып қалатын кезінен бастап алады. Мен өзім шығарманы бірден мен оқып шықтым деп айтсам болады. Шағын ғана мынау 51 беттен тұратын хикаяттың өзінің өн бойында жалпы Сүзге ханымның осы Көшім ханның үйіне жастайынан 6 үлкен ханымнан кейін 7-ші кіші ханым болып түсетіні ең басынан баяндалады. Енді Сүзге ханым бірден ханым атына ие бола қойған жоқ. Осы
өзінің алдындағы үлкен ханымдардың біраз жаңағы тырнақшаның ішінде айтқан кезде теперішінен, тәрбиесінен өтіп барып, өзінің еншісін алған, өз алдына отау тіккен жаңағы үлкен бір дәрежеге жеткен кейіпкерлердің бірі. Енді шығарманың өн басында солай өзінің жатып қалатынынан жаңағы құса болатын кезінен бастау алады. Бұл жалпы өзінің өмірінде, енді қазақ даласында өздеріңіз білесіздер, өзінің еркінен тыс, жалпы өзінің ертеңін нақты, менің жаңағы өмірім алдыңғы мынау ертеңім жақсы болады десе де, оның тағдырын үлкендер шешкен сондай бір тарихи кезең болғаны белгілі. Енді бұл жерде Сүзге ханым осы Көшім ханның үйіне түскеннен бастап, Көшім хан, ол білесіздер, тарихи кезеңге байланысты, мынау соғыс өзі сол жаугершілік заманда жаңағы қарсыластарына қарай кетіп қалады да, енді әрине Сүзге жас, оның ертеңіне деген сенімі, ой танымы, ол жастық албырттықпен сол мынау Көшім ханға еркелегісі келгенімен, өз отауын еншісін алғысы келгенімен, оның үйінде мынау жалпы отбасылық өмір болғанымен, бірақ сол Көшім хан өзінің отбасында мұсылманшылықты, шариғат жолын қатты ұстанатын болады, және де мынау әйел өзінің жаңағы үлкен хандар, яғни әйелдерінің арасының өзінде тек қана жүріс-тұрысы ғана емес, киім кию тәртібі, бір-біріне деген көзқарастары, одан кейін жаңағы реттілігімен қарай отыруы, бір-біріне қарай тіксінбеуі, бұның бәрі сол кездегі қазақ даласындағы қай тұлғаға қарай, қай жынысқа қарай деп айтсақ та болады, соған басымдық бергені жайында сол жаңағы оқиғаның үзіндісінен көркемдік деталь ретінде баяндалып келіп, оқиғаның енді бір-біріне қарай байланысуы, бұл өзінің жаңағы Сүзгенің мынау Көшім ханды жаугершіліктен жаңағы соғыстан қарай күтіп алып, бірге өзі бір кезде серуендеп шыққан Ертіс өзеніне қарай бөлек отау қоныс тебуге қарай жаңағы Көшім ханға өзінің риясыз көңілін жеткізгені болады. Енді бұл жердегі Сүзгеге қарай ойысатын болсақ, Сүзге ханымға өзінің ішіндегі бір алай-дүлей жаңағы өзіне деген сұрақтары мүмкін үлкен ханымдардан аса алмай, сол кездегі маған өзіме еншімді бермей ме екен деген бір ішіндегі жаңағы өзіне деген сенімсіздігі, үміт пен үрейдің ортасындағы өзіне деген сауалдары осы шығармада байланысуында жаңағы көрініс табады. Одан кейін рас Көшім хан екеуі барып, жаңа Ертістің бойына барғаннан кейін Көшім хан да бұның бір жағынан жастығы бар, бір жағынан ақыллығы бар. Көшім хан Сүзгеге қарай именіп, отауын бөлек еншілейді. Енді бұл жердегі Сүзгенің ақылдылығына қоса, Көшім ханның да мынау дәуір көшіне қарай ілесіп, өзінің парасаттылығымен ақыл тоқтатқан жаңағы парасаттылығын осы жерде автор жақсы көрсете кетеді. Осы жерде Көшім хан енді бұл жаңағы кіші ханымды Сүзгені тек қана жаңағы үйдегі 6 ханымнан ғана аластатып қоймайды, бірақ бұл жерде Сүзгенің бір ақылдылығы бар дейді. Сүзге тек қана мынау жаңағы Ертіс өзенінің бойына қарай барып қана қоймай, сол жердегі кіші үйді жаңағы үлкен үйге айналдырады, үйді шаһарға айналдырып, сол жерде бір өзінің Көшім ханның былайша айтқан кезде үйінен еншісін алып, іргесін бөлектеткенімен, бірақ Көшім ханның атын шығаратындай етіп, сол жерде барлық сән салтанатымен бірге үйді жаңағы алып шаһарды тұрғызады. Бұл жердегі Сүзгенің тағы бір ақылдығын айта кетсек, ол тек қана өзін ғана ойлап қойған ханымдардың бірі емес, шығарманың өн бойы ішінде бұл өзінің жаңағы жасы бар, жасамысы бар, кәрісі бар, өзін мынау күтіп баптап жүрген, өзін ханым етіп жүрген барлық жұмысшыларының да жағдайын жасатып, солармен бірге тең дәрежеде жүреді. Енді шығарманың осы жердегі тағы бір кезеңіне тоқтала кететін болсақ, енді бұл өзі бөлек кеткенімен, бірақ біздің мынау өзіміздің ұлттық менталитетке, танымға байланысты ар жақта не болып жатыр екен, жаңағы не мынау түрлі жаңағы дүрдараз әңгімелерге қалып қоймайын ба дегенде дүниелер тұрады да, бірақ бір ақылдылығына жаңағы зейін қойып
зер салатын болсақ, Сүзге ханым Көшім ханның да абыройын ойлайтын текті бір парасатты кейіпкерлердің, әйелдердің бірі болады. Жақсы, бәрекелді. Мінекей енді түсінікті болды деп ойлаймын. Жалпы біздің қазақ атамыз айтады, жақсы жар ер жігіттің бағы деп. Сондықтан Көшім бабамыз бұл жағынан жолы болған екен. Әрине сол кездегі дәстүр бойынша ол хан сұлтандардың, бектердің көп әйел алуы бұл заңдылық деп қабылданған. Енді Көшім хан біздің бабамызда енді 16 ғасыр деп жаңа айтып қалдыңыз, негізгі міндеті әрине сыртқы жаулардан қорғау, гразаның шабуылы, сол кездегі көбінде енді ер азаматтың түздің жұмысы ғой, түсінікті, бірақ сонымен қатар жаңа сіз айтқандағыдай ол кісінің бағына қарай соңғы қалған жұбайының бірі осы Сүзге біздің әжеміз қандай осы кісінің бағында, абыройында сақтап қала білген, сарайдың ішінде де сыртқы жаумен де ішкі жаумен де арпалыса жүріп осындай керемет бір образын көрсеткен екен автор. Образ дегеннен шығып жатады. Автор осы жерде қазақ әйелінің образын қалай алып шыққан, сіздің ойыңызбен, көзқарасыңызбен? Енді дұрыс айтасыз, ердің жаңағы азығы түзде, бағы үйде деп, ол өзі тең қарағанмен жастың аты жас деп Сүзгені бәрінен биік қояды. Себебі Сүзгеде тек қана жаңағы бөлек шығу мұраты болмады ғой. Сүзге өз алдына жаңағы тек қана мен өзім бөлек қана шығып қоймайын деп, сонымен қатар жаңағы өзінің мынау Көшім ханның да абыройын асырып, кейіпкерлерінің де қосалқы кейіпкерлердің де, сонымен қатар өзінің жұмыскерлерінің де бүкіл бір әулеттің бағын ойлаған әйелмен пара-пар десе болады. Енді менің өз ойыма осы сіз сұрақ қойған кезде бірден оралды. Біз өткен хабарлардың бірінде талдаған, мысал үшін Ғабит Мүсіреповтің Ұлпан романындағы Ұлпан бейнесі, ол тек қана өзінің мақсат мүддесін ғана биік қойған әйел емес, ол ерінің жаңағы намысын жерге таптатпай, еңсесін биік көтеруге ұмтылған әйелдердің бірі. Енді тек қана мысал үшін Тұмар ханшаның өзін алатын болсақ, біз тек қана кейіпкерлермен ғана байланыстырмай, қазақ даласындағы небір мықты әйелдер, мысал үшін Қарашаш жиренше бабамыздың соның өзі де ақылдылығына салатын. Бұл жерде енді көркем әдеби шығармаға салатын болсақ, мынау көркем прозадағы психологизм деген жақсы дүниені айтып жүреміз. Оны алдыңғы хабарларда да түс көрумен байланыстырып талдадық. Алдын ала болатын дүниені түс көру арқылы болжау. Мынау Қаншадария хикаясы бар, Аңыздың ақыры шығармасы бар, Әбіш Кекілбаевтың. Сол жердегі шығармалармен бір классикалық түрде, саралап, салыстырмалы түрде талдау жасайтын болсақ, сол жердегі әйелдердің барлығының образы бір, осы бір Сүзгенің бойынан қарасаңыз, Ұлпанның да образы келеді. Мынау Аңыздың ақырындағы жаңағы әміршінің арнап салдыртқан жаңағы мұнарасына байланысты әйелдің де образы келеді. Яғни бұны бір үлкен көлемде талдау ретінде қарастырсақ болады. Енді тағы да қайталап айта кетсек, бұл тек қана кейіпкер ғана емес, тарихи тұлға болғандықтан біздің қазақ даласындағы тарихи әйел тұлғаларды көз алдымызға образына келеді. Жақсы, енді қазіргі заманның тәмсілі әлде бұрыннан келе жатыр ма екен? Әрбір мынау тірілігі берекелі ер азаматтың қасында әйел адам тұрады дейді, не анасы, не жары дейді. Енді бұл біздің бүгінгі сұхбат барысында да осы Көшім бабамыздың қасындағы жұбайының осына тектілігімен үндесіп жатқан сияқты. Осы жерде Салтанат ханым, осы кітап жарыққа шыққаннан кейінгі уақыттан бері қаншама бұл әртүрлі шығармашылық, әртүрлі әдеби кештерде талқыға түсті, өзінің бағасын берді. Тіпті бұған шетелдің ақын жазушылары, мынау үлкен-үлкен мүйіз әрі қарағай деп профессорлар да өзінің бағасын берген екен. Бірнеше тілдерге де аударылған екен бұл кітап. Түріктің профессоры Зүлфі Томан деген кісі былай деп айтқан екен, мен сізге оқып берейін осыны. Сүзге ханымның даңқы Тағыл, Тара, Ертіс, Тобыл, Обадарияның кең жайлаған, аймаққа аты мәшһүр сұлу Сүзгенің ел басына туғандағы сәті, алапат жан дүниесі тұңғиыққа батып бара жатқан, жан ұшыраған трагедиялық тағдыры бейнеленді. Соңғы деміне дейін хан бұйрығын, хан шешімін күтуі шығарманы ширықтыра шиеленістіре түседі. Түркі халқына ортақ мәдениет, ортақ салт дәстүр, бекзадалық, жарына адалдық, жауапкершілік қашанда салтанат құрған. Осы салтанат Сүзге ханымның бейнесін асқақтатып, күрескерлігін, батыл шешім қабылдайтын қайраткерлігін көреміз. Шығарма осы тұсымен іргелі, сүбелі, әдемі көркем бейне жасаған деп профессор баға берген екен. Енді бұдан артық қалай, мен ойлаймын, қандай баға беруге болады? Шетелдің ойшылдарының осындай баға беруі шығарманың салмағын арттыра түседі деп ойлайсыз ба? Әрине, шығарманың салмағын арттыра түседі. Себебі біздің қазақтың өзінің танымына жақын, жаңа ғана сіз жақсы айтып кеттіңіз, осы шығарманың мынау
ұштасқан сюжеттік желісінде мысалы үшін қаншама жаңағы өзінің қарамағындағы жұмысшылар келіп жатса да, енді Көшім ханның елге қайтатыны әлі беймәлім болса да, сонда да кез келген іс-әрекетін өзінің ханның жауабымен, ханның соңғы нүктесімен байланыстырған бұл парасатты әйел. Сізге мүмкін өзінің отауы бөлек, жаңағы өзінің еркі бөлек деп өзі шешім шығарса да болатын еді. Бірақ расында да қай жаңағы арасында бізге келді ғой, Мұхаммедқұл келіп кеткен кезде өзі Көшімнің немере інісі, соның өзіне хан келгенше ол ханның өзінің айтқан жаңағы бұйрық емес екенін біліп тұрып, сезіп тұрып, хан келгенше мен өз бетіммен ешқандай жаңағы шешім қабылдамаймын, сол кісіні күтемін деп, ол айналасындағылардың өзі сүзге ханымды қорғап қалғанына қарай бет бұрғанымен, бірақ ханның жауабын күткен бұл ақылды әйел. Сонысымен кейіпкердің салмағы асып, және де Көшім ханмен тең пара-пар тұрса да, бірақ сүзгенің жаңағы бәсі биік болып тұр бұл шығармада. Салтан ханым, Мұхаммедқұлға байланысты бұл жерде де біраз оқиғалар бар. Енді ол жайында кейінірек сұрағым келіп отыр. Біз енді айтып отырмыз сүзге және оның жаңағы жолдасы Көшім хан деп. Енді әрине кітап тек қана екі кейіпкермен құралмайды ғой. Осы жерде өзге де кейіпкерлер жайында айта отырсаңыз, өйткені бізді көріп отырған көрермендер ойлап қалуы мүмкін, осы екі кейіпкермен шығарманың бас аяғына дейін осылай жүріп өтті ма деп. Меніңше олай емес. Мысал үшін шығарманың өн бойында мен жазушының бір қырағылығына таң қалдым. Ол ең шығарманың соңына қарай жаңағы сүзге ханым өзі ордасынан кетпейді, кейін жаңағы өзіне кейінгі мынау жаулары келеді ғой. Сол жаулар келген кезде жаңағы Мұхаммедқұл келіп сүзгеге айтады, сен бір шешім қабылда, көшейік деген кезде ханның соңғы шешімін күтеді, бірақ та ел жаңағы іргесіне тұтқиылдан жау келетін сезіп, менің жаңағы Граза ханым дедік па біз? Гразаның жауабы басты. Соған өзімнің үш негізгі талабымды жеткізіп бар дейді. Менің бүкіл мынау ордамда отырған жұмыскерлерімді, өзімнің елді жаңағы өзінің оққа ұшырмасын, содан тасаласын, және сыртқа қарай шығып кетуіне өзі бір шешім шығарсын деп айтады ғой. Осы жерде біздің Шәрбану апамыздың жазушылық бір қыры ең елеусіз қалған кейіпкердің өзін жаңағы жұмысшылардың ішінде бір Көшім ханның өзінің осы ханымдарды алып жаңағы отбасын құрып егде жасқа тартқан шағына дейін қолында жаңағы көмекші болып бір егде тартқан әйел жүреді. Сол көбінде осы кім жаңағы жау келетін кезде, осы Мұхаммедқұл келген кезде де шешім шығаруға бір жағынан жаңағы албырт сезімі басым тұрса да, елес болып жаңағы егде тартқан үйіндегі жұмысшы әйелдің өзінің сөзі бұл жерде сүзгеге бір ой салады. Бұл дегенімізде кейде біздің мысал үшін Шәрбану апамыздың сондай қырағылығы елеусіз қалған кейіпкердің өзін екінші планнан негізгі планға шығарып, соны жаңағы тек қана жанама ғана кейіпкер емес, негізгі кейіпкердің өзіне жол сілтеуші ретінде беріп тұр. Жазушының шеберлігі. Одан кейін Мұхаммедқұлды неге алып келді? Себебі мен ойлаймын, сүзгені қартаң тартқысы келмеген шығар бірден. Ол кіші ханым екенін бұл жерде қайта-қайта еске сала бермей, сонымен қатар мынау жастық шағын, өзінің сүзге ханымның жастық шағын Көшім ханға арнап тұрған айтқызы келіп, бірақ оның бойында да албырттық бар ғой, оның бойында да сезім бар ғой деген дүниені осы Мұхаммедқұл арқылы, соның ортасындағы диалогтар арқылы алып келгісі келген секілді. Яғни бұл жердегі Көшім хан жағынан алатын болсақ, Мұхаммедқұл, оның ішіндегі жаңағы екінші біздің кейіпкерлеріміздің өзі жаңа егде тартқан қартаң әйел, одан кейін ең соңындағы ханымдардың ішіндегі үлкен ханым Алтынай ханымды айтсақ болады. Ол да өзінің сол жердегі пендешілікке салынғанын кешігіп, кезінде анау шығарманың ішінде осы сүзге ханым өзінің баласы болмағандықтан жаңа Алтынайдың қызын өзіне қарай бауырына басқысы келді ғой. Бірақ сол жердегі ханымдар бұны жаңағы қызғаныш билеп, ертең Көшім ханның аңсары осы сүзгеге қарай ауып кете ма, оның жаңағы балажан екенін біліп, соған басымдық беріліп кете ма деген қорқыныштарын шығарманың соңында да менің ойымша Шәрбану апамыз жазушы
ақтап алатын секілді. Себебі біздің осындай пендешілігімізді кешіре көр деп, енді оқиға қалай аяқталады бізде? Жаңағы Гразаның ханы келеді, ол да өзінің талабын қояды. Бұл жерде бір жағынан соның жастығын, жаңағы мықты екенін біліп, бәрі өзінің кейіпкерлері барлығы шығып кетсін дейді. Бірақ сен қалсаң дегенмен, ең соңында Көшім ханның беріп кеткен ханжарымен жаңағы не істейді? Өзі соңында біздің Сүзге ханым өліммен аяқталады ғой. Енді бұны өлімге жазушы қиып отыр. Өлімге қиып отырғанымен несін? Елін жұртын аман сақтап қалды. Елін жұртын аман сақтап қалды. Кейін Граза ханның өзі келген кезде Сүзгенің жаңағы өлі жатқан бейнесін көріп қалады да, сондай ақырып, іштей өзі бір күйзеліске түсіп, қап мынаны бекер істедім ау дегендей күйде болады. Бірақ ең соңында жазушы Көшім ханның өмірде 20 баласы болғанын, қызылдарының аттарының бәрін атай отырып көрсетеді. Бұл дегеніміз тек қана жаңағы жанама ғана кейіпкерлердің өзі шығарманың бір тұтас жүйесін өн бойын құрап тұрғанын көрсетеді. Жақсы, Салтанат ханым, біз мынау шығарманың ішіндегі барлық оқиғалардың барлығын ашып тастамай-ақ қояйық, бұны оқыған оқырмандардың өзіне де қалдырайық. Мен үшін қызық болып тұрған бір сұрақ қойғым келіп отыр, осының мазмұны жаңа өзіңіз ғана айтып қалдыңыз. Мұхаммедқұл, бұл басты кейіпкерлердің бірі деп айтуға да болатын шығар. Енді жаңа өзіңіз де айттыңыз ғой, автор негізінен осы кейіпкер арқылы оны екінші, үшінші планнан гөрі алғашқы планға қайтадан жақындатып, оның да кім екенін жақсы көрсетіп кетті деп. Енді осы жерде кітап бойынша, шығарма бойынша өзімен замандас болғаннан кейін, құрбы-құрдас болғаннан кейін басты кейіпкер Сүзгенің осы жігітке деген сезімі оянады ғой. Бірақ осы сезімнің өзін, осы менің жолдасыма деген осы бір опасыздық болған сияқты деп өзін-өзі психологиялық тұрғыда қатты жейді да басты кейіпкер. Осы жерден де автордың жаңағыдай бір психологиялық бір осындай бір ауырлық осы шығармаға беруі, мына енді жолдасының алдындағы ар-ожданның таза болуы көрерменге, оқырманға қаншалықты ой салады деп ойлайсың, тәрбиелік бағытта мән мағынасы зор деп ойлайсыз ба? Әрине, тәрбиелік бағытта мән мағынасы зор. Себебі ол шығарманың ішінде жаңағы қаншама өзімен бір жағынан дейді, жаңағы періште келіп, екінші жағынан өзіне келіп, теріс бағытта жаңағы ой салып тұрғанмен, бәрібір Сүзгенің ойында мен бұл жаңағы Мұхаммедқұлдың көзіне тік қарамауым керек деп, оның ең былайша айтқан кезде, жаңағы хабарды жеткізуге келген кезде неліктен Мұхаммедқұл келді? Оның бұрынғы кезі қайтадан көз алдына елестеп, жаңағы ойын сауықта, жарыста кетіп бара жатқан кезде Мұхаммедқұлға өзі бір жағынан бұл жастығы болды, екінші жағынан біз ынтызарлықты дегенді тырнақшаның ішінде айтуымызға болады. Әрине ол Сүзге жас, бірақ ол өзінің көз алдына түрлі бейнені әкеп, жастық шағымен осы мүмкін мен Мұхаммедқұлмен бірге болар ма едім деген өзінің ішіндегі әрбір тайталасты әңгіме болғанымен, бірақ бұл жерде мынау мен бәрібір кіші ханымын, Көшім ханымның жарымын, мен өзімнің арымнан аттап кетпеуім керек. Ертең елдің алдындағы ол өзінің абыройын ойлап тұрған жоқ. Ең бірінші Көшім ханның абыройын ойлау арқылы өзінің елінің сол кездегі, мысал үшін қарап отырсам, жаңағы біз көп жағдайда қазір бір-бірімізге тек қана мынау құдаласу үшін, үйлену бағытында ғана ел сұрасу болса, бұл Сүзгенің Мұхаммедқұлға тіке қарамауы, көзін өзін жасыруы, бұл бүкіл бір елдің абыройын, халықтың абыройын, соның ішіндегі қазақ халқының тектілігін жазушы осы ретте көрсеткісі келіп тұрған сыңайлы. Жақсы, бәрекелді. Мінекей құрметті телекөрермен, біз кітаптың ішіндегі негізгі сүйекті біраз мазмұнын өздеріңізге жеткіздік деп ойлаймыз. Шәрбану Бейсенова апамыздың Сүзгенің соңғы күндері атты шығармасын оқыңыздар. Меніңше өкінбейсіздер деп ойлаймын. Бұл кітап осы Шоқанов Әлиханов атындағы Ғылыми Әмбебап кітапханада бар. Келіңіздер, оқыңыздар, өткен тарихты біле жүріңіздер. Енді Салтанат ханым, соңғы сұрақтардың бірі, жалпы осы кітап оқудың пайдасы жайында біз айтқанда көбінде пайдалы, адамның ой өрісі кеңейеді деп айтып жатамыз. Бірақ дей тұрғанмен оның расында да өмірдегі беретін пайдасын өз қысқаша ғана қайтарып айтып берсеңіз, өйткені кітап оқуға деген жастардың ынтасын ашсақ па деген біздегі басты тілегі осы еді.
осы жақында ғана Бауыржан Момышұлының Ұшқан ұя шығармасын 4-ші сыныптың оқушысы оқыған кезде мен мүмкін ерте шығар, бұны бір 5-6 сыныптан, 7-ші сыныптан оқу керек шығар дедім. Сол пікіріме қарама-қайшы жақында ғана телеарнадан осындай бір хабар талдап отырған кезде баланың тілі көркем әдебиетке төселу үшін, мынау әртүрлі сленг жаргон сөздер сөйлеп кетпеу үшін, шұбарланып кетпеу үшін, ол мына бала күнімізде біз радионы тыңдаймыз ғой, үлкен хабарлар, соған қарай тіліміз жатық болады, ана тілін жаңағы толықтай бойымызға сіңіреміз деген бір ой пікір естіп қалдым. Ол кітап та осылай екен. Біз көп жағдайда сіздің өзі хабар сайын тұрақты қоятын сұрағыңыз бар, бұл кітапты қанша жастан оқу керек деп. Менің ойымша кез келген шығармаға біз дендеп, сол өзімнің пікірлерімнен кейін ойладым мен, кез келген шығармаға бала дендеп бойлап оқыса және де оны бірге талқыласа осылай, сол шығарманың мазмұны ашыла түсетін шығар. Мүмкін сүзгенің кім екенін, біздің тарихтағы мысал үшін мен ойладым, осы шығармалардан кейін ұлы даланың мынау тарихта болған қазақ арулары жайлы бір үлкен кең көлемде зерттеу жүргізіп, соны шығармада олар қалай көрініс тапты, қалай олардың тарихта орны қалды, соны біз тек қана мынау шығарма бойымен емес, оны картаға түсіріп, географиялық тұрғыда, тарихи тұрғыда өзінің орнын анықтасақ, үлкен бір межеге өзіміздің мақсатымызға жетеміз деген. Сондықтан енді кітап оқу қаншалықты маңызды деген сұрақтың өзі біз тек тіліміз көркем болу керек дейміз, ой-өрісіміз дамиды дейміз. Жалпы бір сөзбен айтқан кезде тұлға болып, адам болып, өмірде өз орнымызды табу үшін кітаптың, көркем әдебиеттің орны зор шығар. Рахмет, бізде сіздің айтқаныңызға толық қосыламыз. Енді уақытыңызды бөліп келіп, осылай біздің хабарға атсалысқаныңызға алғыс, рахметтен басқа айтарымыз жоқ. Өзіңіз ұстаз болғаннан кейін сіз тәрбиелеп жатқан шәкірттер білімнің көкжиегінде биік белестерді бағындыра берсін деген ізгі тілек. Рахмет. Мінекей құрметті телекөрермен, осымен кітап әлем бағдарламасы өзінің кезекті жұмысын осылай тамамдайды. Расында да ой-өрістеріңіз жоғары, сөздік қорларыңыз бай болсын десеңіздер, бір мезет уақыт тауып кітап оқи жүріңіздер. Өкінбейсіздер, мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі кітап әлем бағдарламасында амандықпен жүздескенше деймін.